Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті Наурыз мейрамын атап өтті. Шара аясында ұлттық құндылықтар мен салт-дәстүрді жаңғырту мақсатында ізгі ниетпен қайырымдылық акциясы ұйымдастырылды. Сонымен қатар ауылдар байқауы өткізіліп, мерекелік дастархан жайылды. Келушілер ұлттық ойындарды тамашалап, түрлі рәсімдерге қатысуға мүмкіндік алды. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті Наурыз думан атты мерекелік шара өткізді. Басты мақсат салт дәстүрлерді жаңғырту. Шара барысында ізгі ниетпен қайырымдылық акциясы бастау алды. Оның аясында Аягөздегі су тасқынынан зардап шеккендер мен Ділназ Абуғалидың еміне көмек көрсетілмек. Сонымен қатар нөмірі 8 балалар үйінің 8 түлегіне бакалавриат, магистратура мен докторантурада оқулар үшін ректорлық гранттар табысталды. Қандай қиындық болса да мейірім мен береке бірлікпен бірге жасаған ұйымшылдықтың өзі әр қиындықты жеңеді. Бүгінгі күнді біз әдейілеп қайырымдылық, мейірімділік күні дедік. Оның бір жағынан өзімізден жастарымыз, студенттарымыз көрсін, кейінгі жағдайда біздерден кейін осы мейірім, қалай мейірім болып, қалай қайырымдылық жасау керек екенін біздің жастарымыз түсінсін. Бұдан бөлек мерекеде аукцион ұйымдастырылды. Одан түскен қаражат қайырымдылыққа жұмсалады. Мерекелік шарада университет қызметкерлеріне еңбек сіңіргені үшін естелік медальдары табысталып, жетістікке жеткен студенттер марапатталды. Сондай-ақ оқу орнының ректоры Шырын Құрманбаеваның қатысуымен тұсаукесер рәсімі өткізілді. Мереке ауылдар байқауымен жалғасты. Бұнда бесікке бөлу, келін түсіру, қонақ кәде, құдалық және басқа да ұлттық салт дәстүрлер көрсетіліп, мерекелік ақ дастархан жайылды. Мұндай шаралардың жастар үшін маңызы өте зор дейді студенттер. Осындай мереке күннен күнге бола берсе дейміз. Біз енді 14 наурыздан бастап әлі тойлатып келеміз. Қаншама салт дәстүрлерді дәріптеп жастарға үлгі өнеге етіп жатыр. Біз осы мерекемізді жаңғыртып қайтадан шығарып жатқанымызға біз қуанамыз. Шара соңында байқау жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталып, мерекелік жиын ұлттық ойындарға ұласты. Атап өтерлігі Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті биыл 20 жылдық мерейтойын атап өтуде. Осы уақыт аралығында білім ордасы көптеген білікті маман дайындап, отандық білім мен ғылым саласының дамуына айтарлықтай үлес қосты. Гүлназ Қаукен, Ернұр Қалиев, Семей телеарнасы.